Ассалаумағалейкум достар, сіздердің бірге өздерің көріп тұрғандағыдай азған жақ. Что ты? Достар, в общем, бүгін дым қызық емес видео күтіп тұр сіздерді. Короче, достар, қараңдар. Осындай аппарат алып бердік үйдегілерге, подарокке, в общем. Мен бұны никогда қолданып көрген жоқпын. Бұл бізде, короче, кофе машинка. Осындай кофе машинка. Енді бұл кофе машинканы мен өзім өмірімде бірінші рет қосып қарайтын боламын, және де осының дәмін көріп сіздерге айтатын боламын. Капучино деген ішеміз. Капучиноның кофеден айырмашылығы, қателеспесем, көпіртектеген сүті бар. Мен вообще сендер сияқты қарапайым қазақпын ғой, мен де білмеймін, шынымды айтсам. Жоқ, дәмін көрдім, но капучино дәмін көрген жоқпын деп бағасы жібергенсің құрсын. А то дәмін көрдім десем, қызғын соқ кетеді ғой, капучино. Короче, айтып кетейін. Мына аппаратты мен өзім бірінші рет қазір қолданайын, шынымды айтайын да, міне. Даже дайындалғанда жоқ, вроде мына жерде. Так, кішкене айғыз отыр, внимание обращать етпеңдер. Өйткені капучино істеген кезде сүті шашырайды, жестко шашырайды айтты маған негізі. Ең бастысы біз мына кофе машинаның тоғын тығатын боламыз. Қосып тұр ғой. Так, онда опа, қостық міне жанды, я. Мен түсінбей тұрмын, қайсысы капучино, қайсысы. Так. Міне, бетінде көпірік тұр деген сөз, короче, да, кажется. Вообще дым қақпай атырым, шындай деймін бар ғой. Ішінде бір нәрсе бар ма? Ішінде кофе бар ғой. Бұны аламыз да біздер лақтырып тастаймыз. Міне, кофе. Так, лақтырып тастадық. Так, енді бұның біз ішін тексеретін боламыз, су бар ма, да? Бұның ішіне еще су қойылады, я. Так, суы бар. Мен түсінген бойынша қазір суы қайнағанда мына жерде жасыл жану қажет. Бұған қандай кофе саламыз? Қазір мен сіздерге көрсетіп кетемін. Кофедің жалпы екі түрі бар. Ол мынандай таблетка кофе. Және де қоңыры бар, қызылы бар, қызылы крепкий деген сөз. В общем, мынау бізде обычный, бұл бізде таблетка. Мына жерде бізде обычный салаттың несі тұр, насадкасы, мынау негізі ауысады, короче, таблетка түріне де, андай түрге де, короче, бізде обычный түрі тұр, міне көрсетіп кетейін. Міне осындай незат, мен мұнан функциясын білмеймдер, қалай істейтінім бар ғой. Мына жерден, короче, кофеға түсінгенім бойынша. Мынада бірақ тесігі, дым тесігі жоқ, міне қараңдар. Кім біледі, комментарийға жазып кетіңдер. Так, осыны, короче, міне мынаған саламыз. Осылай салдық. Мынау бізде обычный шоколадный вроде, да? Бұл бізде крепкий. Маған қазір крепкий керек, өткені мен түнмен ұйықтамай кино қараймын. Бұл крепкий кофені біз ашамыз. Опа, достар, міне. Бар қойып қойыңдар. Жасыл жанып тұр, значит, все ништяк. Мынау бізде, короче, кофе. Осы пакетиктің ішінде настоящий кәдімгі зерновой кофе бар ғой, соны молоть етеді. Ол порошок болады ғой, соны ішіне салған. Бұның мынандай обычный кофелардан, бұның мынау кофелардың айырмашылығы, мынау кофелар мен түсінген бойынша өтірік кофе де айтады, шаңнан істелінеді дейді. Ал бұның ішіндегі кофе мына тұр ғой, осыны езген түрі. Ал бұлар растворимы. Бұлар порожняк, короче. Их олай қатты ашпайды дейді. А мынау, короче, жүректі кәдімгі қатты соқтыртады. Но кофеді сразу айтып кетейін. Кішкентай балаларға ішуге болмайды, 15 жастан бастап ішуге болады. Сондықтан энергетический напитоктер өздерің байқаған шығарсыңдар. 18 ба, 16 жастан бастап сатады. Өйткені құрамында кофеин бар. Короче, достар, міне, мынаны, короче, былай саламыз, міне. Просто осылайынан қоя саламыз. Жаңағы мен мусорға лақтырған осындай түрі ғой. И мұнда кигіземіз. Так, дальше мен өзім білмеймін, шынымды айтайын. Енді бізге керегі стакан қажет. Так, достар, міне мына стаканды аламын. Енді мынау бізде пена. Да? Или что? Сүтті қайда қоямыз? Короче, маған сүтті құйып аламын, мен түсінген бойынша, да, походу бірінші, я. Міне сүт. Так, достар, мен бірінші рет істеп жатырмын, шынымды айтайын, өзім білмеймін, мүмкін шықпай қалудан мүмкін. Так, сүтті құйып аламыз. Так, осынша сүт құйдық, көп сияқты, но білмеймін, аз ба. Енді опа, подожди.
Так, маған мынаны көпірту керек қой. Мынау, короче, сүтті көпіртетін, короче. Мынаны қалай қолданады бірақ. Мынау ма? Вот. Міне достар, жанында тұр. Бұны мен неге көрсетіп жатырмын сендерге? Сендер де мен сияқты қарапайым көбі сондай адамсыңдар. Өдір қонақтыққа барып қаласыңдар, или қыздармен бірге бір кафеге барасыңдар, или бір кофе машина тұрған жерге барасыңдар. Сол уақытта тупить етіп қалмасын деп қой, кішкене білсін деп, представление иметь етсін деп, сондықтан, короче, мына көпіртеміз, міне мына ауа айдайды. Да, или что, су айдап отыр ма? Ебать. Так, мына сүт көп болып кетті, походу. Онда азайтамыз ғой мына сүтті. Қайнап жатыр ішінде. Короче, мынаны бүйтеміз, походу. Ебать. Қолым шашырып кетті ғой. Міне, короче, мынау көпіртіп жатыр ма, су айдап жатыр ма түсінбедім өзім. Не болды мынау? Ауа айдап жатыр, қараңдар, ауа. Бірақ басында ыссы су айдап жүріп, қолымды күйдіріп жібердім деген. Все, болды, тоқтады өзі. Өзі тоқтады. И, короче, міне менде көрініп тұрған шығар, сүт деген көпірді. Так, енді бұны қалай қосам? Бүйтем, походу. И осы уақытта менде қазір кофе шығу қажет, да? Или что? Міне, короче, кофе. Дым білмейтін надан қазақ қолымды күйдіріп алып мына жер жаңа. Так, мына кофеді көп ішуге болмайды. Өйткені мынау деген өте зиян. Или өзі тоқтап қаламын аз. Мен білетінім мынша құяды міне, короче. Мынандай құттай стаканға осында құяды. Походу жарайды, да? Жарайды, короче, көп болып кетеді. Так, в общем, бізде осындай капучино шықты. Мен әдейі прозрачный стакан алдым, чтобы міне бетінде көпірігі бар, өздерің көріп тұрсыңдар. Так, енді бізге не қажет? Так, енді бізге қасық қажет. Қасық аламыз. Бұл бізде посудомоечный машина, короче. Кімге қызық, тоже көрсетіп кетерім алдағы уақытта. Комментарий жазып кетіңдер, қалай жуатынын. Так, мен негізі өзім сахардан отказался, но бұл қышқыл кофе, мынаның дәмі деген слишком қышқыл. Сондықтан біз обязательно шекер салуға жетпіз. Мен негізі шекерден, ұннан отказаться еткен адаммын, арықтап жүрмін ойында. Так, екіне салып жіберейік. Достар, бісміллә деп. Что-то мен араластырып жібердім ғой. Или солай болу керек па? Достар, бісміллә деп қазір капучино ішеміз. Сағат деген таңғы 4, біз әлі ұйықтаған жоқпыз. Дегустейшн жасаймыз. Десең де құрсын. Жоқ, дәмі кәдімгідей күшті. Ең мына жерде кереметі бұның да кофедің натуральный ароматы бар, өзінің бір бар. Аромат, кофедің ароматы бар ғой. Сол. Ондай аромат сендер айтайын, қай жерден сезе аласыңдар. Мына одеколон сататын магазиндер бар емес па, үлкен? Французский дом, Beauty Free ма, Beauty Money ма. Қалдым, короче, одеколон сататын магазиндерде. Сен деген нені иіскей берген кезде одеколон, сен адамның мұрнының иісі сбиваться етіп кетеді, сондықтан саған кофе береді, шын кофе, зерновой, ыдыста тұрады. Соны иіскейсің, кәдімгі сол кофе ғой, бірақ қайнаған кофе вообще керемет, шынымды айтайын бар ғой. Күшті достар. Бұл деген үйдегілердің, мысалы, кімнің ата-анасы жақсы көреді, соларға деген керемет сыйлық. Достар, енді өздерін түсініп тұрған шығарсыңдар, бұның бәрін мен просто көрсеткен жоқпын. Мен деген кофе машина сататын боламын, короче. Ссылка қалдырып кетемін.
сол жақтан кофе машина заказ беріңдер деп қуып отырсам да шучу я. Прикол ғой, қалжың. Бір сөзбен өзіміздің кәдімгі шайымызға жетпейтін порожняктар. Давайте, сіздердің бірге болған жақсы ба? Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңдар, комментарий жазып кетіңдер. Келесіде кездескенше.